Еш жарық қаласыздар. Ноутбук арқылы интерактив брокерста опциондарды қалай сатылайды. Соны көрсетіп жіберейін. Қазір мен тренировочный, яғни демо счет ашып қойдым. Мысалы көрсету үшін. Қазір реалда сауда жасағым келіп отырған жоқ. Бізге керегі опциондар. Опциондарды сатылау үшін бізге цепочка опционов керек. Библиотека деген бар екен, сол библиотеканың ішінен жаңағы опционды таңдай саламын. Яғни мынаның ішінде форекс бар, тағысын тағын, сосын міне options деген бар, ол бізге керегі осы options. Енді жаңағы optionспен сауда жасау үшін бізге жаңа айттым, цепочка опционов керек деп. Мен бұлардың ішінде мына жерде цепочка опционов бар екен, осыны таңдай саламын. Так, міне мына жерде бізде немен бар? Watchlist. Watchlist дегеніміз бұл жаңағы сауда құралдарының тізімі. Мына жерде Apple, Amazon, Alibaba, Tesla, SPY, осылар. Енді бізге керегі негізгі мынау цепочка опционов. Бұл жаңағы міне ортада тұрған көк, ол страйк бағалар. Міне мына жерде бізде неме тұр қазір. Так, мысалға біз Тесланы алып қояйықшы. Тесланы дайындап қояйық. Тесланың қазір ағымдағы бағасы 184.19 болып тұр. Тесла міне мынада мынандай үлкен қозғалыстан кейін кішігірім коррекция болып жатыр. В принципе, мына каналдың астыңғы жағы осыдан соғып. Қазір үстіге қарай позиция ашуға болады бізге 186-ға дейін. Енді біз мен мына жерде сразу түсіндіріп кетейін. Мынада колдар, мына жақта путтар. Мынау страйк бағасы. Яғни біз егерде баға жаңа айттық 186-ға дейін өседі дедік. Осы бағадан жоғары қарай өседі дедік. Демек біз кол опцион сатып алуымыз керек. Ал егерде керісінше төмен түседі дейтін болсақ, онда біз пут опционды сатып алуымыз керек болады. Так, біз қазір колды сатып алайық. Колды сатып аламыз. Сатып алған кезде асық бағасымен сатып алады, сатқан кезде бик бағасымен сатады. Мынада создание стратегии деген бар. Енді мынаны басатын болсақ, бұл жарты экран жауып тастады. Мысалы, осыны алдық, біз. Так, бізге дәліне керек емес. Мына бұл бізде нелер ғой? Периодтар. Кез келген контрактының өзінің мерзімі болады. Яғни мына 4 күнге, мына бір уже 11-не дейін, яғни март айының 31-не дейін, мынау апрельдің 6-на дейін кете береді. Неғұрлым жаңағы мерзімі ұзарған сайын контрактының бағасы қымбат болады. Мысалы, 182-де 5 деген контрактының бағасы, мысалы 6 апрельге дейін, яғни 17 күнге мерзімге алатын болсақ, бізде $11.45. $11.45, бізде бір контрактта 100 акция бар, сондықтан біз бұны 100-ге көбейткен кезде 1145 доллар болады. Ал мына бір мерзімі жақындаған сайын 4 күн қалды, мысалы 182-де 5, бұның контрактысының бағасы жәнегі $6, $6.40. Енді жәнегі бір контрактта 100 акция, сонда 640 болады. Так, осыны сатып алайық біз. Так, мына жерде маркет ордер, количество еді. Енді мына демо счет болғаннан кейін ала берейік көбірек. Жарайды. Одан кейін мынада day деп тұр, яғни day дегеніміз, егер осыны өзгертпейтін болсаңыздар, бүгінгі қазір ашылған позицияңыз бүгінгі рабочий күн біткен кезде, яғни биржа жабылған кезде автомат түрде жабылып қалады. Сол себепті бізге GTC керек. Яғни бұл до отмены дейді. Яғни өздеріңіз қолмен жаппағанша, немесе мына бір контрактның мерзімі бітпегенше тұра береді позиция. Одан кейін мне отправить ордерді басқасыздар. Передать. Окей. Ордер частично выполнен. Ордер выполнен. Сатып алдық, Тағы бір контракт ашылайын. Тағы бір контракт. Айтпақшы нені көрсетемін. Біз сатып алған кезде гарантийное обеспечение деген болады. Гарантийное обеспечение. Сатып алған кезде ешқандай гарантийное обеспечение болмайды. Мысалы, сіздің депозитіңізде, допустим, $200 болса, Apple ғой. 4 күндік контракт. Міне, мысалы, сіздер 157.5 деген контрактны сатып алатын болсаңыздар, біреуін, онда $177 төлейсіздер. Егер $250 болса, сіз оны контрактны сатып алуыңызға болады. Бірақ сатып алмайсыз. Неге? Өйткені жәнегі сату үшін, біз осыны сатқан кезде битпен сатамыз ғой.
саткан кезде міне мынада гарантийный обеспечение деген бар. Яғни сіз Apple контрактісін осы бағаны сату үшін сізде депозитіңізде кем дегенде $5467 болу керек. Егер де депозитіңізде $6000 бар болса, онда сіз мына контрактыны сатқан кезде сіздің жаңағы $6000-дың $5465 блокқа түседі. Яғни бұл гарантийный обеспечение дейді. Сондықтан контрактыны сатқан кезде гарантийный обеспечение болады, сатып алған кезде гарантийный обеспечение жоқ. Енді ары қарай депозиттеріңізге қарай өздеріңіз көресіздер. Егер ақшаларыңыз бар болса, онда сатсаңыздар болады. Жоқ болса, онда сатып алу. Тек қана сатып аласыздар. Яғни тек қана аспағамен соған жұмыс жасайсыздар. И тура путты да тура солай аспағамен жұмыс жасайсыздар. Так, тағы бір контракт Apple-дан біреу сатып аласыздар. Және міне создание стратегияды басқан кезде, мына бір аст немесе битқа басқан кезде осы жерде шығатын. Егер де бұны баспасаңыздар, онда міне вот ордеров деген бар. Осы жерде шығады. Міне мына жерде купить деп тұр. Егер сатып алатын болсақ, ask, яғни сатып алу, мына бір көкке жанып тұр. Егер сататын болсақ, міне мынаны қызылға жанып тұратын болады. Демек, сататын болсаңыздар, яғни мына бит бағамен сата жатырсыздар деген сөз. Бізге сатып алуымыз керек, сондықтан бір контракт кіре берсін, лимитный ордер керек емес, мен тек маркетпен ғана жұмыс жасаймын. Так, мынаны өзгертуді ұмытпаймыз. Мынаны количество бесеу болсасын жарайды. Отправить. Передать. Ордер выполнен. Екі контракт бізде ашылды. Екі сделка ашылды. Енді стоп-лосс пен take profit бар. Оны қалай қояды? Так, біз, допустим, Apple-ды алдық. Apple-ды 155. Қазір мысалы 157-ге келген кезде позиция жабылсын десеңіздер, онда біз take profit-ті 157-ге қоямыз. Оны қалай қояды? Мына Apple-ға барғанбыз. Оң жақ кнопканы басасыздар. Бізде мынада торговля деген бар. Торговляға өтесіздер, бізге мынада тикет керек. Мен мынада вот ордеров создание брекет дейді. Мына бір жерде міне стрелка бар. Осы стрелкаға апарсаңыздар, тикет ордері шықты. Бізге керек осы. Так, тикет ордері. Енді бұл жерде жәнегі біз контрактілерді сатып алдық қой. Контрактілерді біз сатып алдық. Енді позицияны жабу үшін біз сатуымыз керек. Сондықтан мен мынада продажа. Продажаға галочканы басып қойыңыздар. Одан кейін бізде количество. Apple қанша штук өзі? Apple бізде 5 контракт. Демек, мынада количество 5-ке өзгертесіздер. Так, лимит емес, маркет ордермен жабасқан керек. Так, мына смарт қала береді. Нарада дейді өзгертуді ұмытпаймыз. GTC. Осыған өзгертеміз. Так, мына жерде болсақ, мен продажа, количество 5, маркет ордер, мынаны өзгерттік. Енді ары қарай бізге не керек? Условия. Міне мынада условия. Және көрінбей тұрған точканы басқан кезде пайда болды. Условияны басамыз. Енді бұл жерде міне пустой болып тұр, бізге шарт. Условия деген шарт қой. Қосуымыз керек. Мынада добавить басамыз. Добавиттен кейін мынада ценаны таңдаймыз. Ары қарай далее. Енді мынада базовый актив. Apple бізге. Apple-дың тикетін жазамыз. Итерімі қалай тикет деймі? Так, Enter-ді басамыз. Тағы да білет басамыз. Акцияны алдық. Енді міне мынада оператор больше или равно дейді. Көп немесе тең. Үлкен немесе тең. Яғни ағымдағы бағамыз бізде қанша болып тұр? Apple-дікі 156.32 болып тұр. Біз және айттық 157-ге барған кезде позиция жабылады деп. Демек, кірген бағамыз негізі 155 болған. Бұл жерде 157 деп жазып қоясыздар. Мысалы 157. Так, одан кейін надо завершить. Завершитті обязательно басасыздар, мына жерде пайда болу керек. Мынада условия. Егерде 157-тен жоғары немесе тең болса, жәнегі позиция жабылсын деп. И мынада передать деп басасыздар. Сонда мына қазір 156-18 болып тұр. Егер 157-ге келген кезде бұл өзі автомат түрде жабылып қалады.
Бұл жаңағы біздегі стоп лосс ордері. Ой, take profit ордері. Енді стоп лоссты қалай қояды? Так, бұл айтпақшы бізде мына жақта ордера деген бар. Міне, продажа. Продажада жаңағы Apple take profit тұр бізде. Енді бізге не керек? Стоп лоссты қоюға болады. Бұны қалай қоямыз? Қайттан осыған кіреміз. Торговляның ішінде тикет. Қайтадан, продажа. Так, количество 5 штук, лимит емес, market order. Так, мынаны өзгертеміз. GTC. Так, одан кейін жаңағы условия керек. Метрикан условия. Осыған басамыз. Енді мына жерде добавить дейміз. Қайттан цена. Далее. Араға Apple-ды жазамыз. Так, Enter. Тағы да Enter. Одан кейін мына жерде жаңағы больше или равно болды. Енді бізге меньше или равно керек. Меньше или равно. Біз кірген бағамыз 155-те бірдеңке болды. Біз, например, 153-тен төмен түсіп кететін болса, 152-де 5-те 152-де 5 деген бағадан төмен түсетін болса, онда арғарай позицияны ұстап отырудың қажеті жоқ, жауып таста деген бұйрық жібересіздер. Меньше или равно, яғни 152-де 5-тен төмен, немесе тура 152-де 5-ке келген кезде бұл позиция өзінен өзі жабылып қалады. Передача. Так, түсінікті. Сонда мне надо біреуі жаңағы стоп, біреуі тейк. Тура сол сияқты Теслаға да қоюға болады. Так, созылып кетті ме уақыт? Жақсы. Жаңағы біздегі сделканы, то есть стоп-лосспен тейк профит қойып тастадық. Енді позицияны қалай жабады? Мысалы, мынаны біз қолмен жаба салсақ та болады. Енарда закрыть деген бар. Так, мына төмен түсіп бара жатыр. Окей. Ордер отменен. Енді мына жерде количество 5 штук, лимит емес, маркет ордермен мынау дей тұра берсін. Продай. Біз мынада сатып алдық 5 штук, енді біз 5 штукты сатып жіберуіміз керек. Отправить бассаластыр. Онда позиция жабылып қалады. Ордер выполнен. Жабылды. $18 табысымен жабылып қалды. Но Теслаға да жәнегідей стоп пен тейкті қоюға болады. Әйтпесе жабасызсаңыздар болады. Позицияны осылай ашады, осылай жабады. Стоп пен тейкті қоюға болады.